Саламатсыздар ма, курс тыңдаушылары? Келесі дәрісіміздің тақырыбы сұйықтықты және газды аттекті жүйелерді ажырату, тұндыру, сүзу және центрифугалау. Тақырыптың жоспары: аттекті жүйелердің негізгі сипаттамасы мен жіктелінуі, аттекті жүйелерді ажыратудың негізгі әдістері, ауырлық күшінің өрісінде ажырату, яғни тұндыру, қысым айырмасының әсері арқылы ажырату, бұл сүзу, және ортадан тепкіш тұндырғыш және сүзгіштер немесе центрифугалар. Аттекті жүйелердің классификациясы. Екі және одан да көп фазалардан тұратын жүйелерді аттекті жүйе деп атайды. Бұл фазалардың біреуі дисперсионды фаза болып, оның ішіне басқа фазалардың бөлшектері таралған болады. Бұл таралған бөлшектерді дисперсті фаза деп атайды. Фазалар күйіне байланысты аттекті жүйелердің келесі түрлері болады. Бұл яғни суспензиялар, сұйық және оның ішінде қатты бөлшектер таралған аттекті жүйелер. Эмульсиялар, олар бір сұйық ішінде онымен араласпайтын екінші сұйық бөлшектері таралғаннан пайда болған аттекті жүйелер. Кубиктер, бұлар сұйық және оның ішінде газ көпіршіктері таралғаннан пайда болған аттекті жүйелер. Шаңдар және түтіндер, бұлар газ және оның ішінде қатты бөлшектер таралғаннан пайда болған жүйелер. Шаң құрамында 5 микрометрден ірі өлшемді қатты бөлшектер болатын газды жүйені айтамыз. Түтіннің құрамында 5 микрометрден ұсақ өлшемді бөлшектер болады. Тұманның құрамында 5 микрометрден ұсақ өлшемді тамшылар болатын газды жүйені айтамыз. Шаңдар, түтін мен тұмандар аэродисперсті жүйе болғандықтан бұларды аэрозольдер деп те атайды. Аттекті жүйелердің сипаттамасы дисперсті фаза концентрациясымен, оны түзетін бөлшектер өлшемімен анықталады. Эмульсия мен кубиктерде анықталғанда дисперсті фазаның дисперсионды фазаға және керісінше дисперсионды фазаның дисперсті фазаға айналуы мүмкін. Бұл жағдай фазалардың мөлшерінің белгілі бір қатынастарында болады және мұндай ауысуды фазалардың инверсиясы деп аталады. Көбіне дисперсті жүйелер бөлшектері әртүрлі өлшемді болып келеді. Бұндай жүйелерді полидисперсті деп атайды. Кейбір жағдайда құрамындағы бөлшектер өлшемі жақын жүйелер кездеседі. Оларды монодисперсті жүйелер деп атаймыз. Дисперсті жүйелер көбіне тұрақсыз келеді, яғни бөлшектер іріленуге ұмтылады. Тамшылар мен көпіршіктердің қосылуы әсерінен іріленуін коалесценция деп атаймыз, ал қатты бөлшектердің жабысу әсерінен қосылуын бұларды коагуляция деп атаймыз. Сұйық аттекті жүйелерді бөлу процесінің негізгі параметрлері бұл яғни сұйық аттекті жүйелердің ауырлық күші, центрге тартқыш күші, қысым күштері арқылы бөлуге болады. Бөліну процесіндегі негізгі параметрлерді суспензияны қарастыратын болсақ, бұнда яғни ауырлық күшінің әсерінен тұндыру арқылы аша бөлуімізге болады. Егерде тұнба шлам болу керек болса, онда яғни құбыр арқылы тасымалдану үшін М тұнбаның мәні төмен болған жөн. Суспензия бөлінумен алынатын тұнба құрылымы кеуек өлшегімен, кеуектілігімен, меншікті беттік ауданымен сипатталады. Гетерогенді жүйелерді бөлу. Сұйық гетерогенді жүйелерді бөлу мақсаттары бұл бағалы өнімнің тұнбасын алу, ерітінділерді механикалық қоспалардан тазарту, қойылған мақсатқа жету үшін келесі әдістер қолданылады. Бұлар тұндыру, фильтрлеу, центрифугалау және престеу. Тұндыру дегеніміз бұл гетерогенді жүйелерді бөлудің ең қарапайым әдісі, яғни Сток заңына бағынады. Процесс күрделі қондырғыларды және көп электроэнергияны талап етпейді. Себебі тұндыру бұл баяу процесс, бірақ экстракциялық препараттардың өндірісінде бұлар көп жағдайда өндірісте, химия өнеркәсібінде өте кең қолданылады. Келесі тұндырғыштар, қарапайым тұндырғыштардың сызба нұсқасы келтірілген. Тұндырғыштар бұлар ешқандай энергияны немесе өте құрылымы қиын аппараттарды қажет етпейді. Сондықтан бұлар тек қана ауырлық күші әсерінен бөлшектерін тұну арқылы екіге сұйықтықтар екіге бөлінеді суспензиялар. Келесі өндірістік тұндырғыштар суреттері көрсетілген. Фильтрлеу дегеніміз бұл яғни поры қабырғалардағы суспензияларды, аэрозольдерді яғни бөлу процесі болып табылады. Фильтрлеуші материалдар ретінде бұлар яғни көп қабатты, бірнеше қабатты материалдар қолданылуы мүмкін. Фильтрлеу процесі ол Пуазель заңына бағынады. Фильтрлеуші қабырғаның екі жағындағы қысым айырмашылығына процестің яғни қозғалтқыш күшіне
яғни тәуелді болып келеді. Өндірісте жаңағы фильтрлар немесе сүзгілерді өте кең көлемде су тазалауда немесе әртүрлі өндірістерде өте кең көлемде қолданамыз. Центрифугалау дегеніміз бұл ортадан тепкіш күш әсерінен гетерогенді жүйелерді бөлу болып саналады. Тұндырғы центрифугалар келесі жағдайда яғни қолданылады. Бұлар яғни әртүрлі сұйықтықтарды алу, эмульсия мен ұзақ суспензияларды бөлу үшін, сонымен қатар коллоидты заттар мен жоғары молекулалық қосылыстардан тазарту үшін кең жағдайда қолданылады. Келесі бұл яғни көп жағдайда қолданылатын центрифугалардың суреттері көрсетілген, көріп отырғандығыңыздай. Сонымен яғни сұйық әртекті жүйелерді, сұйық емес әртекті жүйелерді бөлу үшін бірнеше әдістер қолданылады. Жаңа айтып өткендей, бұл яғни тұндыру, сүзу және центрифугалау сияқты бірнеше әдістерді бөлетін сұйықтықтың қасиетіне байланысты, олардың тығыздығына байланысты бұл аппараттарды қолдану ауқымы өзгеріп отырады.